Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматыда осы апта жауын-шашынды болады деп күтіледі. Алдағы 7 күнде Алматыда ауа райы қандай болады? Күн райы болжамын OpenVT порталында жарияланды. 27 қазанда Алматыда өткінші жаңбыр жауады. Орташа температура 15 градус деңгейінде болғанмен 14 градус секілді сезіледі. Күндіз ауа температурасы 18 градусқа дейін көтеріліп, түнде 12 градусқа дейін түсуі мүмкін. Ауа ылғалдылығы 52% деңгейінде болады, ал желдің жылдамдығы 2,6 метр/секунд болмақ. 28 қазанда күн бұлтты болады. Ауа температурасы шамамен 14 градусқа жеткенмен 13 градус секілді сезіледі. Ауа температурасының максималды көрсеткіші 18 градусқа дейін жетіп, минималды көрсеткіш 11 градус деңгейінде түседі. Ауа ылғалдылығы 42%, ал желдің жылдамдығы 2,2 метр/секундқа жетеді. 29 қазанда өткінші жаңбыр жауады деп күтіледі. Орташа ауа температурасы 12 градус болғанмен 11 градус секілді сезіледі. Күндіз ауа температурасы 15 градусқа дейін көтеріліп, түнде 11 градусқа дейін түседі. Ауа ылғалдылығы 56% деңгейінде, ал желдің жылдамдығы 2,1 метр/секундке жетеді. 30 қазанда Алматыда өткінші жаңбыр жауады деп болжанып отыр. Ауа температурасының орташа деңгейі 13 градус болғанмен 12 градус секілді сезіледі. Ауа температурасының максималды көрсеткіші 16 градусқа дейін жетіп, ал минималды көрсеткіші 10 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Ауа ылғалдылығы 57% деңгейінде, ал желдің жылдамдығы 2,8 метр/секунд деңгейінде болмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.